Біз күнде бас ауырғанда ішетін цистрамонның зиянын білесіз бе? Онда видеоны соңына дейін қараңыз. Цистрамон 3 заттан тұратын дәрі, яғни парацетамол, аспирин, кофеин. Осы үштіктің әр қайсысы денеге әртүрлі әсер етіп, кей кезде зиян тудыруы әбден мүмкін. Біріншісі, бұл асқазанға зиян келтіруі мүмкін. Бұл ацетилсалицил қышқылы, яғни барлығымыз білетін қарапайым атау аспирин. Аспирин асқазанның ішкі қабатын жұқартып, қышқылдың әсерін күшейте бастайды. Нәтижесінде асқазан күйеді, қыжыл пайда болады, және де ауырсыну. Егер де осы дәріні, яғни цистрамонды аш кезінде тамақтан бұрын ішсеңіз, жүрек айнуы әбден мүмкін. Егер де сізде гастрит, ойық жара, яғни язва болатын болса, онда жағдайда одан әрі ушықтыруыңыз әбден мүмкін. Қан қысымын көтеру әбден мүмкін, яғни бұл кофеиннің әсерінен. Цистрамонда кофеин кәдімгі кофе немесе энергетиктағыдай сергіткіш зат болып табылады. Кофеин тамырларды тарылтып, жүректі жылдам соқтырады. Сол себепті қан қысымы жоғарғы адамдарға өте қауіпті. Жүрек қағуын күшейтеді, мазасыздық туғызуы мүмкін. Егер адам кофеинге сезімтал болатын болса, әсері күштірек біліне бастайды. Және де бауырға салмақ түсіреді. Бұл парацетамолдың әсерінен. Яғни парацетамол жалпы қауіпсіз дәрі, және де күнделікті температура көтерілгенде ішетін дәрі болғанымен, бірақ оның көп мөлшері бауырға зиян келтіреді. Бұның әсіресе жиі ішкен уақытта, алкогольмен бірге қолданған уақытта, және де бауырда бұрын-соңды проблема болған жағдайларда. Яғни бауыр парацетамолды ыдырату үшін өте көп қарқынды жұмыс жасау керек. Негізі цистрамон бас ауруын емдемейді. Яғни цистрамон тек қана ауырсынуды уақытша ғана басады. Өте күшті комбинацияланған дәрі болып есептелінеді. Бірақ олардың әр компонентінің өзі жанама әсері бар. Яғни асқазан, қан қысымы, бауыр, қанның ұюы деген сияқты проблемалары бар науқастарға өте сақ болып қолданған әбден дұрыс.